Өздеріңізге таныстырылған тіркеуден өткен партиялық тізімдегі негізгі цифр бұл біздегі тізімдегі бар қыз-келіншектердің саны, жастардың саны және мүгедектігі бар азаматтардың санын қоса есептегенде 47%-ның үстінде. Заңға сәйкес оның квотасы белгіленген 30%, біз сол квотаны әлдеқайда жоғары көрсеткішпен орындап отырмыз. Бірақ мәселе ол квотаны орындауда емес, мәселе шында да Қазақстан қоғамының негізгі және жалпы біз үшін өте маңызды бағыттарындағы қызмет ететін азаматтарды барынша қамту еді. Бірақ табиғи түрде олардың арасында қыз-келіншектердің де үлесі, жастардың да үлесі осындай көп болып шықты. Біз оған өте қуаныштымыз. Байқасаңыздар, біздің партияға бастамашы болған ең алғашқы топтың өзінде де жартысына жуық азаматтар ол әйел азамат қыздар болатын. Біз үшін ол өте маңызды. Жалпы алғанда тізімге кірген адамдардың 86%-ы бұл бұрын-соңды парламентте болмаған азаматтар, яғни жаңа адамдар. Ол да біз үшін өте маңызды. Соның ішінде бұрын парламентте қызмет еткен азаматтар да бар, бірақ олардың үлесі жаңағы сол мен айтып отырғандай бір қалған 14-13%-ның көлемінде. Ол да біз үшін өте маңызды деп санаймыз, себебі қалай болғанда да бұған дейінгі жұмыста тәжірибе жинаған, белгілі бір сабақтастық қамтамасыз ету үшін парламенттік жұмыстың тәртібін, ережесін жақсы түсінетін азаматтардың да болғаны біз үшін маңызды.